Достар, сіздермен бірге мен Гүлназ. Бүгін сіздермен ерекше дәмді әрі тойымды болатын жайма деген тамақпен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен жұмыртқаға иленген қамырымызды жақсылап ең қандырғанша илеп, салафанға салып тұндырып қоямыз. Енді біз пияз, помидор, ет, кішкене картошка, бұрыш және капуста осының бәрін дайындап аламыз. Етімізді осылай 4 бұрыш етіп тураймыз. Пиязымызды тураймыз. Помидорымызды тураймыз. Бұрышымызды тураймыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша турай берсеңіздер болады. Мен осылай ұзынша етіп турадым. Капустамызды жұқалау ұзынша етіп турап аламыз. Картошкамызды осылай турадым. Енді қыздырған майымызға пиязымызды салып, үстіне қуырамыз. Үстіне ет саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Кішкене чеснок қосып жіберуге де болады. Енді помидорымыз бен бұрышымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, қуырып алатын боламыз. Енді дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып араластырып, үстіне капустамызды салып, жақсылап кішкене қуырамыз. Енді суымызды кішкене ғана осылай құйып, кішкене қайнатып аламыз. Енді картошкамызды салып, тағы да бір 10 минут қайнатамыз. Неге суын осылай бетінен асырмай, осынша ғана су құямыз. Енді жаймамызды жайып, үстіне сұйық май құйып, осылай жағып шығамыз. Енді үстіне паприка себеміз. Барлығын осылай 4 бұрыш етіп тураймыз. Осылай кесіп аламыз 4 бұрыштап. Неге осылай ораймыз барлығын. Неге осылай видеодағыдай жақсылап орап шығамыз. Енді жаңағы дайын қамырымызды үстіне осылай саламыз барлығын. Енді орташа отта 30 минут қайнатып аламыз. 30 минутта пісті тамағымыз. Енді оны тарелкаға түсіреміз. Неге осылай дәмді әрі тойымды сіздерге жасауға кеңес беремін. Комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.